Бейсен және болмыс. Автор Санжар Керімбай. Отбасы хрестоматиясы баспасы. 2022 жылы Алматы 3-ші басылым. Бұл кітапты не үшін жаздық? Бейсен және болмыстың жазылуына не нәрсе ықпал етті? Жауап біреу, ол анық. Бізді қағазға тезірек түсіріп, жарыққа шығар деп жанымызды түртпектеген Бейсеннің өзі емес. Оның өлшеулі ғұмырында түсініксіз тіршіліктен түсінікті етіп жасап шыққан ғибратты тағдыры. Тағдыр деп нені айтамыз? Тағдыр біз үшін адамның ерік қалауы араласа алмайтын тәуелсіз аймақ, яғни өзгермейтін болмыс. Біз енді қалай қиялдасақ та, қалауымыз бен қылшығында қисайта алмайтын өз алдына дербес бір объекті. Өмір сүруді қырғын қызыққа айналдырып, жалығу мен торығуды тоқтатып қоятын таңғажайып қуат та осы тағдыр мен адамның ерік-жігерінің жекпе-жегінен пайда болады. Бұл жекпе-жекте адам бірде жеңеді, бірде жеңіледі. Мәселе жеңу-жеңілуде емес. Жекпе-жек біткенше майданнан қашып шықпай соңына дейін төзуде. Ең бастысы, бұл майданға не үшін кіріп, кім үшін айқасудың ақылың мен жүрегің анық айырып тұрса болғаны. Түпкі мұраты көңілге анық болған кез келген күрестің мәңгілік мәні болады. Сәтімен игерілген осы мән бұлыңғыр күйде тұрған абстрактілі адам болмысына әсері анық, әрі мәңгілік сипат дарытады. Міне осы мәңгілік сипаты бар болмыс қай кезде де өзінің бар екенін білдіріп, басқа жұртты мазалап мәңгілік мұратқа шақырып тұрады. Әу баста Бейсен марқұм дүниеден озған соң, салт бойынша аза тұтып, оны жөнімен жоқтау үшін 20 беттік естелік жазып желіге жариялағам. Осыдан соң дәл осындай әсерлі естеліктер айтып бірнеше адам маған хабарласты. Бәрінің де естелігі тірі жанды тебірентпей қоймайды. Құр естіп қоя салуға обалақ оқиғалар. Бәрі де кітапқа сұранып тұр. Артынша Бейсеннің өмірін неге тұтас жазбайсыз? Естелігіңіз толық емес. Не басы жоқ, не аяғы жоқ. Құр босқа ынтық қылып қоятын шикі дүние болып қалыпты. Осыны бір қолға алсаңыз деген ұсыныстар түсе бастады. Осы ұсыныстар батыл қадам жасауға жүрексініп тұрған маған қосымша қамшы болды. Бейсеннің өмірін кітапқа айналдырсақ, қалай қарайсыз? Естеліктер бере аласыз ба деп жан-жарына хабарласып рұқсат сұрадым. Ол менен осындай ұсыныс түсерін сезіп, дайындықпен күтіп жүргенін және еңбектің жарық көруіне жәрдемін аямайтынын бірден айтты. Бірақ ол пандемия кезіне тура келді де жұмыс уақытша тоқтады. Эпидемия әлсіреп, жағдай біршама жақсарған соң ғана бұл істі шындап қолға алудың сәті түсті. Бейсеннің болмысын зерттеуді қолға алғанда негізінен логотерапия теориясын басшылыққа алдық. Оның ең басты екі түрлі пайдасы бар. Біріншісі, мәнге ұмтылыс теориясы арқылы Бейсеннің болмысын барынша ашып көрсетуге мүмкіндік туады. Екіншісі, жазылған еңбектің ықпал ету аймағын кеңітеді. Яғни, бұл кітап тамыр-таныс, туған-туыс арасында ғана тарайтын әлеуметтік дүние болмауы тиіс. Жазылған еңбектің адам болмысына қызығатын барлық оқу орындарына қосымша оқулық ретінде де ене алатын академиялық сипаты болуы тиіс. Қарап отырсаңыз, Бейсеннің тағдыры